Құрметті Олжас Абайұлы, құрметті әріптестер, ағымдағы жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енген еліміздің Конституциясы адам құқықтарын қорғауға, заң мен тәртіп қағидатына және цифрлық трансформацияға негізделген мемлекет пен азамат арасындағы қатынастардың жаңа үлгісін бекітті. Әділет министрлігі өз кезегінде құқық қолдану практикасы мен азаматтардың өтініштеріне жүйелі түрде талдау жүргізеді. Атап айтқанда, ең өзекті мәселелердің бірі ол нотариус жасаған атқарушылық жазба және оның кейіннен жеке сот орындаушының орындалуы болып отыр. Біріншіден, атқарушылық жазба санының жылына 2 миллионнан астам байланысты ең алдымен борышкерді уақытылы хабардар ету және олардың қарсылық білдіру құқығын іске асыру бойынша шағымдар саны артты. Айта кету керек, өткен жылғы наурыздан бастап егов мобайл платформасында атқарушылық жазба бойынша өтініш берудің бастам азаматтың қарсылық білдіру құқығын іске асыруға дейінгі цифрлық шешімдер іске қосылды. Нотариус борышкерге атқарушылық жазба көшірмесінің электрондық үкімет порталы және СМС арқылы жеткенін тіркелей отырып жолдай бастады. Борышкер онлайн режимде қарсылық білдіруге немесе берешегін мойындауға мүмкіндік алды. Сонымен, осы кезінде 2,5 миллионнан астам атқарушылық жазба жасалып, олардың шамамен 700 мыңына онлайн режимде қарсылық берілді. Дегенмен, тәжірибе көрсетілгендей, іске асырылған жоба жеткіліксіз болып шықты. Осыған байланысты заңнамалық реттеуді де жасанды интеллектінің қолдана отырып, жаңа цифрлық құралдарды пайдалануда одан әрі жетілдіру қажеттілігін туындады. Екіншіден, тәжірибеде анықталған мәселелер әрине қосымша жетілдерді заң деңгейінде бекіту талап етті. Осы ретте ағымдағы жылдың 8 шілдесінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев нотариаттық қызмет және заң көмегі мәселелері бойынша заңға қол қойды. Түзетулер нотариаттық әрекеттерді, әсіресе атқарушылық жазба қатысты әрекеттерді жасау кезінде кемшіліктерді жою және барынша жаңа цифрлық шешімдердің қолдану арқылы азаматтардың құқықтарын қорғауға біршама күшейтті. Бұдан басқа, азаматтың құқықтарын қорғау, нотариустардың атқарушылық жазбаны жасау кезінде ғана емес, және сот орындаушының мәжбүрлеп орындату кезінде де қамтамасыз етілуі тиіс. Сондықтан, заңнаманы жаңғырту жұмыстары ағымдағы жылдың маусым айынан соңында атқарушылық іс жүргізу жетілдіру мәселелері бойынша заңға қол қойылған кезінде де қамтыды. Оның ережелері атқарушылық рәсімдердің ашықтығын арттыруға және тараптардың құқықтарын қорғауға бағытталған. Осы өзгерістердің цифрлық шешімі ол бұрын 25 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілген және әділет гов жүйесімен интеграцияланған талаптар кабинеті жетілдірілген модулі болады. Бұл кабинет арқылы өндіріп алушы мен борышкер кез келген уақытта іс материалдарымен танысып, жасалған әрекеттер мен қабылданған шараларды тексере алады. Атқарушылық іс жүргізудің ағымдағы мәртебесін көріп, сондай-ақ электрондық форматта өтініштер мен өтініш хаттар жолдай алады. Сервис іске қосылған сәттен бастап, азаматтардың 63 мыңнан өтініш келіп түсті. Оның ішінде тек 9,4% ғана әділет органдарына шағым жасалған. Мәселелердің басым бөлігі тікелей жеке сот орындаушысының деңгейінде шешілуде. Оның нәтижесінде өтініштер саны 15%-ға азайды. Осылайша азамат атқарушылық жазбаның жасалуын ғана емес, одан кейінгі бүкіл орындау процесінде бақылау мүмкіндігіне ие болды. Бұдан былай министрлік жасанды интеллектінің пайдалана отырып, проактивті бақылауды енгізеді. Бұл модельде кідірістер, ұзақ уақыт аяқталмай тұрған атқарушылық іс жүргізулер, мерзімдердің бұзылуы және жедел әрекет етуді талап ететін өзге де проблемалық мәселелер анықталатын болады. Үшіншіден, жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің белсенді қолдауымен Әділет министрлігі жаңа цифрлық e-нотари платформасын іске қосуда. Ол қолданыстағы цифрлық шешімдердің тәжірибеде анықталған мәселелерін жойып,
нотариаттық әрекеттердің ашықтығы мен оны бақылаудың жоғарғы деңгейін қамтамасыз ететін болады. Платформада нотариустың әрбір әрекеті тіркеліп қана қоймай, нотариус пен азаматтардың биометриялық сәйкестендіру жүйесін интеграциялау алғаш рет көзделген. Бұл есептік деректерді заңсыз пайдалануды жояды және ақпараттық қауіпсіздік деңгейін барынша арттырады. Бұл туралы сіз қазір ғана айтып кеткендей, тапсырмаңыз нотариатқа байланысты орындалатын болады. Бұдан былай азаматтар платформада жеке кабинет ашып, оның көмегімен өздерінің қатысуымен жасалған барлық нотариаттық әрекеттерді бақылап, есепке алып және қадағалап отыруға мүмкіншілік алады. Қажет болған жағдайда нотариустардың заңсыз әрекеттеріне қарсылық білдіруіне болады. Бұл жерде нотариаттық жазба жасау үшін өтініштерді автоматты түрде бөлу көзделеді. Бұл тең жүктемені қамтамасыз етуге, борышкердің нотариусты таңдау мүмкіндігін жоюға және олардың арасындағы сөз байланысу қаупін азайтуға мүмкіндік береді. Тағы да бір жаңашылдық. Ол жасанды интеллект элементтерін ұсынылған құжаттарға талдау жүргізу, ықтимал кемшіліктер мен тәуекелдерді анықтау, тиісті ұсынымдар әзірлеу кезінде пайдалану болып табылады. Бұл ретте нотариаттық әрекетті жасау туралы түпкілікті шешімді нотариус өзі қабылдайтын болады. Платформаны пилоттық пайдалану қорытындысы бойынша оны ағымдағы жылдың соңына дейін еліміздің бүкіл аумағында енгізілу жоспарлануда. Қорытындылай келе, біз ең алдымен азаматтардың құқықтарын қорғауға бағытталған нотариат пен атқарушылық іс жүргізуінің заманауи цифрлық моделін қалыптастыра отырып, азаматтардың шағымдарын қараудан олардың алдын алуға көшеміз. Назарларыңызға рахмет.